Досым, мына қолыңдағы шөпті бір таныстырып жіберші. Шашыратқы дейді қазақша. Бұл әлі гүлдемеген, мынау енді гүлдеп жатыр. Гүлдегеннен кейін ғана қолдануға болады. Гүлдегеннен кейін мынау тамырынан жоғары жағын бөлігін аласыздар да, міне 1 см, 2 см-ден жаңа турап кептіресіздер. Кептіргенде шай қылып ішесіздер. Шай қылып ішкеннен кейін бұл именно сахарный диабет дейді, қант диабетіне жақсы көмектеседі. Сондай жағдайларда енді екінші жағдайда көмектеседі. Мынау асқазан ас қорытпай жүргенде, жаңа асқазан изжога бергенде осыны ішсе болады шай қылып. Бірақ ең жақсы көмектесетін жаңа сахарный диабетке. Көбісі сахарный диабет жаңағы асқынып жатыр, молмен өлшенеді, 14-тен асып кетті. Кейбір жағдайларда учетқа тұрыспайды, жаңағы 20-дан асқан жағдайда ше. Сондай жағдайларда да осыны кәдімгі шайды, заварканы қалай демдесе, дәл осыны солай демдеп іше бересіздер. Дәмі қандай болады бұл? Дәмі кәдімгі дәрі сияқты болады ғой, енді тәтті болмайды анық. Дәрі тәтті болмайды. Ал енді мына менің қолымдағы шөптің не екенін айтпасам да түсініп тұрсыздар. Бұл жалбыз деген шөп. Мына судың бойында өседі, су жағалап, ағын судың бойында. Ал бұның енді ажырату үшін қалай істейміз дегенде ескеш досым. Не елестеді көз алдыңа? Бұл жақта енді не десем екен? Бұл алматы жақ болған үшін шығар, мына жалбыздар біздің киік отының иісіне келеді екен. Бұл түс пастаның иісіне ұқсайды. Бір ол да келеді. Түс пастаға келеді ғой, бір ана өте танымал бір түс пастаның иісі.